Әлемнің ең таңғажайып жерлерінде кез келген логикаға қайшы келетін ағаштар өседі. Сусыз шөлде 400 жыл бойы тіршілік еткен жалғыз ағашты, немесе күн сәулесін іздеп, сөзбе-сөз жүретін ағаштарды елестетіп көрміз. Бұл ағаштар шынымен бар. Бірақ олардың құпияларын ғалымдар әлі түсіндіре алмайды. Олардың түрі соншалықты ерекше, тіпті бөтен ғаламшардан келгендей көрінеді. Ал кейбіреулері сізді таңғалдырары сөзсіз. Табиғатты түсіну жолыңызды толықтай өзгертетін, ғаламшардағы ең жұмбақ және түсініксіз 10 ағашпен танысуға менімен бірге жүріңіз. Польшадағы қисық орман Балтық теңізінің жағасында тура бір қорқынышты түстен алынғандай көрінетін жер бар. 400 қарағайдан тұратын бұл орманның әр ағашы негізінен дәл 90 градусқа қисайған. Бұл жаппай деформацияның геометриялық кемелдігі кез келген белгілі табиғи түсіндіруге бағынбайды. 10 жылдықтар бойы ғалымдар адамның әсері, экстремалды климаттық жағдайлар, магниттік ауытқулар туралы теориялар ұсынды. Бірақ олардың ешқайсысы бұрылыстардың миллиметрлік дәлдігін, немесе неге осы 400 ағаштың ғана осында ерекше пішіні бар екенін түсіндіре алмайды. Ал сол ормандағы басқа қарағайлар қалыпты өседі. Бірақ ең қорқыныштысы мынау. Зерттеушілер өсу сақиналарын зерттей отырып, 1930 жылы барлық ағаштардың бір уақытта қисайғанын анықтады. Яғни, қандай да бір табиғаттан тыс күш бүкіл орманды бір сәтте қалыптастырғандай. Кемпірқосақ эвкалипті. Тынық мұхитының шалғай аралдарында бір есалаң суретші салғандай көрінетін ағаш кемпірқосақ эвкалипті өседі. Оның қабығы көрінетін спектрдің барлық түстерін бір уақытта көрсетіп, шынайы табиғаттан тыс көрінетін тамаша көркем өрнектер жасайды. Ғалымдар қабықтың түсуінің негізгі механизмін біледі. Бірақ түстердің неге ешқашан хаотикалық немесе кездейсоқ пайда болмайтынын түсіндіре алмайды. Әрбір ағаш ғылым әлі түсінбеген эстетикалық ережелерді ұстана отырып, бірегей және теңдестірілген өрнектерді дамытады. Бірақ ең таңғаларлығы мынау. Талдаулар ағаштың шығарған кейбір түстері ғылымға белгілі ешбір өсімдік пигментіне сәйкес келмейтінін көрсетті. Бұл ағаштар теориялық тұрғыда табиғатта болмауы тиіс реңктерді шығаратын. Толығымен бірегей түс палитрасын дамытқандай. Айдаһар ғана ағашы Канар аралдарының таулы жерлерінде кескен кезде қан ағатын ағаш өседі. Драцена драко. Мыңдаған жылдар бойы өмір сүріп келе жатқан бірегей түр. Оның қабығындағы кез келген жарақаттан лезде адам қанына өте ұқсас қою қызыл сұйықтық шығады. Бірақ одан да қорқынышты нәрсе бар. Бұл ағаштардың кейбірі өздеріне қашан зиян келетінін білетін сияқты. Ғалымдар кейбір драцена ағаштарының қандай да бір кесік немесе жарақат алмас бұрын, бірнеше күн бұрын осы қызыл затты өндіруін айтарлықтай арттырғанын байқады. Олар болашақты болжай алатындай. Ал ботаника сарапшылары мұның қалай мүмкін екенін түсіндіре алмайды. Ең алаңдатарлығы, зерттеушілер осы өсімдік қанын талдаған кезде, олар әлемнің басқа ешбір өсімдігінде кездеспейтін химиялық қосылыстарды тапты. Бұл ағаштардың жердегі басқа тіршілік иелерінен мүлдем өзгеше химиясы бар сияқты. Черногориядағы бұлақ ағашы. Черногорияның бір шалғай ауылында
Геология мен ботаниканың негіздерін шайқалтатын құбылыс бар. Бұл табиғи бұлақ сияқты қызмет ететін, ішкі қуысынан тікелей мөлдір су ағатын ағаш. Диношадағы тұт ағашы. Белгілі кез келген логикаға қайшы келетін ғылыми аномалия. Әлемдегі ең тәжірибелі геологтар жерасты бұлақтарының тірі ағаштың тамыр жүйесімен оны өлтірмей қалай байланысатынын түсіндіруге тырысып, толықтай абыржыды. Табиғат өсімдік пен минералдық әлемнің арасында мүмкін емес бірігуді жасағандай. Ең таңғаларлығы, су қатты аққанда, белсенді кезеңдерде сағатына 2000 литрге дейін су толтыра алады. 10 жылдықтарға созылған зерттеулерге қарамастан, ешкім бұл сарқылмас ағынның шынайы көзін анықтай алмады. Ал ағаш барлық табиғи заңдарға қайшы келетін тірі құбыр ретінде қызмет ете отырып, өте сау күйде қалады. Жүретін пальмалар. Эквадорлық ормандардың тереңінде ботаника ережелерін толықтай бұзатын нәрсе бар. Бұл күн сәулесін іздеп, сөзбе-сөз жүретін ағаштар. Сократия экзорхиза жылына 20 метрге дейін қозғала алады. Оның қозғалу әдісі өте таңғажайып. Ағаш қозғалғысы келетін бағытқа қарай жаңа тамырлар өсіреді, ал қарама қарсы жағындағы тамырлар әдейі қурап өледі. Бұл ағаш қай жерде болғысы келетіні туралы саналы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін қарапайым санаға ие сияқты. Ең таңғаларлығы, ғалымдар бірнеше ағаштың бір-бірімен байланыста болғандай, үйлесімді түрде қозғалатын жағдайларын құжаттаған. Кейбір зерттеушілер бір ағаш бағытын өзгерткенде, жақын маңдағы басқа ағаштар бірнеше күннен кейін өз бағыттарын реттеп, кез келген логикалық түсіндіруге бағынбайтын қозғалыс үлгілерін жасайтынын байқаған. Генерал Шерман. Калифорния тауларында біздің ғаламшарымыздағы ең ірі тірі тіршілік иесі Генерал Шерман өседі. Салмағы 2000 тонна және жасы 2500 жыл болатын бұл алып өсімдік көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен ағаш болып саналады. Бірақ ең қорқыныштысы мынау. 2500 жасында бұл алып, басқа түрлер сияқты қартаю мен тозу белгілерін көрсетуі керек. Алайда генерал Шерман керісінше жас ағаш сияқты жыл сайын салмақ қосып биіктей береді. Ең таңғаларлығы, ол жыл сайын нөлден бастап қалыпты өлшемді ағаш жасауға жететіндей жаңа ағаш өндіреді. Оның жасы ұлғайған сайын жарылып, әлсіреуі тиіс қабығы өте берік және сау күйде қалады. Сарапшылар табиғат заңдарын толығымен бұзатын бұл мінез құлыққа түсініктеме бере алмайды. Алып баобаб ағашы. Африкалық баобабтар бәлкім сіз көрген ең ерекше ағаштар болар. Олар теріс отырғызылған, тамырлары аспанға қарағандай көрінеді. Бұл алыптардың ең таңғаларлық қасиеті, олардың ішінде жарылмай немесе шірімей 120 000 литрге дейін су сақтау қабілеті. Бірақ ғалымдарды әлі де жауапсыз қалдыратын тағы бір қорқынышты нәрсе бар. Кейбір мыңжылдық баобабтардың іші толығымен қуыс болып табылды. Яғни қандай да бір көрінбейтін күш олардың жүрегін жүйелі түрде жеп қойғандай. Жергілікті тұрғындар түнде жел соққанда, осы қуыстардан шығатын көне дауыстар туралы қорқынышты әңгімелер айтады. Зерттеушілер ондаған жылдар бойы олардың осындай ерекше пішінін қалыптастыратын жұмбақ күшті түсіндіруге тырысты. Бірақ әр зерттеу жауаптан гөрі сұрақтарды көбірек тудырады. Бұл ағаштар
Африкадағы ең таңғаларлық ботаникалық жұмбақтардың біріне айналды. Және оның құпиясын ешкім шеше алмайтын сияқты. Оңтүстік Американың сары сейуасы. Оңтүстік Американың ең қауіпті ормандарында ғаламшардағы ең қауіпті ағаш сары сейва өседі. Оның шырыны соншалықты улы, бір тамшысы тұрақты соқырлықты тудыруы мүмкін. Бірақ ғалымдарды шынымен таңғалдыратыны, оның тұқымдарын таратудың толығымен агрессивті жүйесі. Жемістері піскен кезде, олар сөзбе-сөз биологиялық гранаталар сияқты жарылып, тұқымдарды 100 метр қашықтыққа, 70 метр секундына жылдамдықпен атады. Бұл ағаш кез келген бағамен аумақты жаулап алу үшін генетикалық түрде бағдарламаланған өсімдік пулеметі сияқты. Ешбір ғалым мұндай тамаша есептелген детонация механизмін түсіндіре алмайды. Жемістер тұқымды барынша тарату үшін ең қолайлы атмосфералық жағдайларды дәл анықтайтын ішкі жүйеге ие сияқты. Одан да алаңдатарлығы, амазондық үндістер бұл ағаштың саналы түрде құрбандарын таңдап, тек қауіп төндіретіндерге атып шығатынын айтады. Пондо – өлмейтін суперорганизм. Юта тауларында пондо деп аталатын өмірдің өзін толығымен қайта анықтайтын организм бар. Бұл шамасы 47 000 ағаштан тұратын колония. Бірақ шын мәнінде салмағы 6000 тонна және жасы 80 000 жыл болуы мүмкін бір алып организм. Пондо – ғаламшардағы ең үлкен және ең көне тірі тіршілік иесі. Пондоны ең алаңдатарлық ғылыми жұмбаққа айналдыратын нәрсе оның толық биологиялық өлместігі. Жеке ағаштар қартайып өлетін болса да, суперорганизм тұтастай ешқашан қартаймайды. Ол мәңгілік өмірдің құпиясын тапқандай. Бірақ ең қорқыныштысы пондоның ұжымдық санаға ие болуы. Орманның бір бөлігіне зиянкестер немесе аурулар шабуыл жасағанда, одан бірнеше шақырым қашықтықтағы ағаштар дереу қорғаныс химиялық заттарды өндіре бастайды. Яғни бүкіл орман бір сәтте ақпаратпен бөлісетін сияқты. Бахрейндегі өмір ағашы. Бахрейн шөлінің қақ ортасында жылдар бойы жаңбыр жаумаған және шақырымдар бойы жерасты суының ең кішкентай ізі де жоқ жерде әлемдегі ең мүмкін емес ағаш, өмір ағашы жалғыз өседі. Ол 400 жыл бойы белгілі кез келген өсімдікті лезде өлтіретін жағдайларда өмір сүрді. Ғалымдар су көздерін іздеп, топырақты барлық бағытта мұқият бұрғылады. Бірақ еш нәрсе таба алмады. Спутниктік зерттеулер оның атмосфералық ылғал алмайтынын растайды. Ал топырақ талдаулары кез келген өсімдік түрі үшін өте қауіпті тұздылық деңгейін көрсетеді. Дегенмен, биологияның барлық заңдарына қарсы тұрып, ағаш тек аман қалып қана қоймай, керемет гүлдейді. Ең таңғаларлығы, ешбір ғылыми аспап оның тірі қалу үшін суды қайдан алатынын анықтай алмады. Ботаниктер толықтай түсінбейді. Өйткені биологияның белгілі барлық заңдары бойынша, бұл ағаш біздің ғаламшарда өмір сүрмеуі керек. Бұл 10 ерекше ағаш, табиғаттың біздің әлемді түсінуімізге қайшы келетін құпияларды ашатын, жазылған ең қызықты жұмбақ кітап болып қала беретінін көрсетеді.